Біз негізі бір парадокстарды елде тұрамыз. Ауылда өскен, ауыл болғанда да кәдімгі орысы жоқ, қазақ ауылда өскен, әйелі де өзі де, бірақ балалар орыс мектебіне бар. Мен кінәламас едім, өйткені ол оның таңдауы ғой, және бізде оған жағдай жасалып тұр ғой, ол неге ол мүмкіндікті пайдаланбайды. Ата-аналардың чаты болады ғой, балалардың. Барлығы баласын орыс сыныбына береміз деді. Сонда қазір қазақ тіліне қажеттілік жоқ. Жоқ, бізде орыс тілін білсең, жерде қалмайсың деген сөз бар. Уезжай в свою Россию. Неге оны жасамасқа? Неге жасамасқа? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасау керек. Сәлем достар, біз негізі бір парадокстарды елде тұрамыз. Қазақ тілін дамыту керек деген сөзді біз қазақша айтамыз, қазақша талдаймыз, бірақ оны бізді қазақша білмейтін біздің азаматтарымыз түсінбейді. Сонымен әркім өз қазанында өзі қайнап жатады. Соған бірдеңе жасау керек деп бүгін жиналып отырмыз. Бүгінгі қонағымыз журналист, танымал менің досым Халима Тәжіқұл. Ал Халима, қош келдің. Бізде енді не жоқ, әріге ресми журналистикада сияқты қатпаған ештеңке жоқ, өзімізбен өзіміз отырып аламыз да, әрбір мәселеге өзіміздің көзқарасымызды білдіреміз. Егер қажет қылсаң мынаның ішін ашуға болады. Ол шабыт шақыратын. Ол жерде не бар деп шабыт шақыратын нәрсе бар. Сонымен міне соңғы осы бір-екі күнде бізді дүрліктіріп жатқан мәселе Астана қаласындағы орыс мектебіне балаларын берудің бір үрдіске айналған. Кәдімгідей біреулер айтады, ол ата-аналар өз саналы түрде беріп жатыр дейді. Біреулер айтады, жоқ, қазақ сыныбы толық қойды, орыс сыныбына беріңдер деп мәжбүрледі дейді. Бұл қалай болғанда да ол кезінде бір Алматыда 1 миллиондық жалғыз қазақ мектебі болған кездің өзінде де бұндай бір үрдіс болған жоқ. Қарап отырсаңыз. Бұл неге келді? Не себептен келді? Жалпы қазақ тілінің болашағы қандай деген сұрақ бізді мазалайды қазір. Иә, жалпы бізде қыркүйек басталған кезде өзі осы екі мәселе, балаларды мектепке дайындағанда шығатын бір 2-3 мәселе бар ғой. Бірінші балалардың киімінің қымбаттығы, екінші балалардың мектеп формасына қатысты, орамал тағу мәселесі, хиджаб мәселесі дейді. Сосын ең үлкен мәселе орыс сыныптарының қазақ отбасында тәрбиеленген баланың жаңағы орыс сыныбына барып жатқаны үлкен мәселе ретінде көтеріліп жатады. Менің танысым бар. Ауылда өскен, ауыл болғанда да кәдімгі қазақ жоқ ауыл. Орысы жоқ, қазақ ауылда өскен, әйелі де өзі де, бірақ балалар орыс мектебіне бар. Түрлі себебі бар ғой. Мысалы, бізде сол балаларын орыс сыныбына беріп жатқан ата-аналарды кінәлау басым, және ата-ана балаға дұрыс тәрбие бере алмаған, қазақша үйрете алмаған, үйінде қазақша сөйлемегендіктен бала орысша үйреніп алды. Расында қазір баланы аула тәрбиелеп жатыр ғой, орта тәрбиелеп жатыр. Өйткені әке шешесі YouTube тәрбиелеп жатыр. Ол YouTube жарайды. YouTube жоқ үйлер бар ғой, мысалыға. Жаңағы YouTube көрмейтін, интернет қоспайтын да үйлер бар ғой. Мысалыға олар оны YouTube көрген балалар тәрбиелейді. Күнкөріс қамымен кетеді. Таң атқаннан жоқ, менің ойымша күнкөріс қамы деген бізде балаға назар аудара алмайды. Жақсы сылтау. Баланың тәрбиесі деген ол менің ойымша бала айна сияқты, сен не істейсің, соны істейді. Сен қай тілде сөйлейсің, сен сол тілде сөйлейді. Енді алмас қарасайшы, менің 2 балам, мысалға алғашқы 3-еуі ата әжесінің қолында өсті, мектепке келгенге дейін. Олар балабақшаға бармаған балалар. Кәдімгі менің ата енемнің үйінде ауылда өсті. Сосын осында оқуға 1-ші сыныпқа келген кезде бір ауыз орысша білген жоқ. Таза қазақша болды. Енді үйге келді. Үйде мен мысалға олармен орысша сөйлеспеймін ғой. Олар мектепке барады. Олармен қазақ сыныбына бердім. Бірақ мектеп аралас мектеп. Олар барды да жарты жылдың ішінде орысша үйреніп алды. Орысша сөйлейді үйде. Бірақ біз оларға түсіндіріп айттық, сосын олар қазақша сөйлейді. Бірақ оның негізі қазақ болып қалды ғой. Мәселе мені қорқытатын нәрсе. Ал енді тұра тұр, мен әлі аяқтаған жоқпын ғой. Ол алғашқы 3 бала дедім ғой. Одан кейін 2 бала бар ғой. Олар ата әженің қолында тұрған жоқ. Олар біздің қолымызда өсті. Мына Астанада өсті. Ол екеуі балабақша көрген балалар. Ол екеуі балабақшаға барғанға дейін
көп жағдайда менің ата-енемнің қолында болды. Ата-енем ауылдан Қарағандыға, қалаға көшіп келді ма? Олар көшіп келгенмен ол үйде тәрбие бәрі қазақша ғой, енді қазақ орта. Біздің Астанадағы үйде де қазақ орта. Бірақ балабақшаға топ еткен кезде тағы да бір ауыз қазақша білмейтін менің ұлым да қызым да 2 айда таза орысша сөйлеп кетті. Ал мен үйде олармен орысша сөйлеспеймін ғой, қазақша сөйлесемін. Бізбен сөйлеседі, бірақ жаңағыдай күні бойы балабақшада отырады. Олар YouTube көріп отырған жоқ қой. Ал балабақша қазақ балабақшасы. Ол жерде бірде бір орыс тобы жоқ. Ал оған келетін балалар орыс тілді. Көрдіңіз бе? Сонда балабақшадағы тәрбиеде де апайларына оларды қазақшаға үйретіп, қазақ балабақша болған бір қазақша тәрбие бергеннен гөрі баланың ыңғайына жығылып, әйтеуір жыламаса, жауап түспес. Балабақшаның программасы, бағдарламасы, бұл жаңағы тәрбиешілерінің бәрі қазақ тілді, бәрі қазақша өтеді. Бірақ балалар бір-бірімен сөйлескенде, аулада ойнағанда олар орысша сөйлейді екен. Мен оны барып баланы бақшадан алып кетуге барған кезде байқайсың ғой. Сонда енді ол мектеп сияқты емес, балабақшаның балаларын кішкене былай ыңғайлы оңай ғой. Тәрбиешілер бірден істемей ме? Қойындар бір-біріне қазақша сөйлесіп. Ондай кезде түсінеді, бірақ менің 2 балам сол балабақшадан үйреніп келді. Сосын біздің үйде енді теледидар қосулы тұрады, интернет, телеарна көреміз. Содан үйде өскен бала, жаңа YouTube бар, ортасы бар, жаңа балабақшаның аула бар. Сондай мектепке барған кезде аралас мектептің әсері бар, бәрі орыс тілді болып, мектепке дейін орыс тілді болып келеді. Меніңше көп ата-аналар өздерін қинағылары келмейді. Баламыздың тілі орысша шықты, осы мен ары қарай орысша оқи салсын. Мысалы, біздің балалар бақшаны бітірген кезде мектеп таңдаймыз ғой. Сол кезде WhatsApp-та чат болады ғой, ата-аналардың чаты болады ғой, балалардың. Сол кезде 80%-дан кем емес, одан көп болуы мүмкін. Мен азайтып айтып тұрмын, 80%. Барлығы баласын орыс сыныбына береміз деді. Өйткені олар қазақша білмейді деді, бірақ олар қазақ балабақшасын қазақ тобын бітіріп отыр. Бүкіл бағдарлама, бүкіл таңертеңгіліктердің барлығы қазақша өткен, бәрі қазақша тақпақ айтқан балалар, бірақ олар жаңағы 80% барды. Орыс неге сондай күшті болып тұр бізде сонда? Бізде орыс тілін білсең, жерде қалмайсың деген сөз бар. Мысалы, мен журналистикаға келген, мен 20 жылдан асып кетті ғой, мысалы. 20 жыл бұрын біз осы мәселені көтеретінбіз. Қазақ қашан мемлекеттік қызмет қашан қазақша сөйлейді деген мәселені біз үнемі көтеретінбіз. Өйткені біздің одан алатын бүкіл ақпарат, бүкіл баяндама, жиналыстар бәрі орысша өтетін. Бірте бертінде ғана қазақшаланды ғой, мысалыға. Сол кезде бізге не айтатын үкімет? Ол кезде Даниал Ахметов үкімет жетекшісі болып тұрғанда мен өзіне сұрақ қойғам. Сонда ол кісі айтқан, балабақшадан бастайық. Балабақшаның бәрі қазақша болып жатыр. Орыс топтары жоқ қазір, азайтып жатырмыз. Сол балалар арада, олар өсиет, мектеп бітіреді, университет бітіреді, солар қазақ тілді маман болып келеді деді. Ол балалар келді ғой міне. Олар орыс тілді болып келді. Өйткені бізде балабақшадан бастаймыз дегенге мен мүлдем келіспеймін. Балық басынан шірейді. Біз мемлекеттің... Балық басынан шіреген мен құйрығынан тазалайды дейтін, осы балабақша сол шығар. Егер, мысалы, кез келген атана баласының жоғары қызметте істегенін қалайды. Баласының ертең күні бір жердің тұтқасын ұстап отырғанын қалайды. Өтірік емес қой, бәріміз баламыз солай өсіріп отырмыз ғой. Кім баласының ауласы сыпырып немесе бір жерде жалшы болып жүргенін қалайды. Сөйтеді де олар жоғарыға қарайды. Ақорда қай тілде сөйлеп жатыр, парламент қай тілде сөйлеп жатыр, үкіметтің жиналысы қай тілде өтеді, министрлер қай тілде сұхбат береді, бизнес қай тілде сөйлеп жатыр. Бізде экономикалық форумдар, бизнес форумдар қай тілде өтеді? Көбінде орысша өтеді. Мысалға, сөйтеді де баланы соған бейімдейді. Ертең тіл білмей қалса, далада қалады деп ойлайды. Енді оларға мотивация жоқ өйткені қазақша үйрету. Бұл жерде бірдеңке жасау керек қой. Меніңше бір кешенді бір шаруа істеудің керек сияқты. Мысалға, жаңа балабақшалық қойдық дегеннен мен ғана бұл қазақ болып кетпейді. Енді онсыз да түсінікті, қазір уже дәлелдеп жатыр уақыт. Енді бұл жерде бір нәрсені басын ашып алайықшы. Менің айтып отырғаным Астанадағы жағдай. Мүмкін Қызылордада, Ақтауда, Атырауда, немесе оңтүстік Қазақстан, оңтүстік өңірлерде, Алматыда жағдай басқаша болуы мүмкін. Мен батыста таза қазақша сөйлейді көп білеміз. Оңтүстікте де Шымкенттің ішінара болмаса, ол өңірлердің барлығында қазақша сөйлейді. Бірақ олар ертең өскенде Астанаға келеді ғой. Астанаға келгенде олар орысша сөйлеп кетеді. Біздің қазір Астанаға келіп жатқандардың барлығы сол өңірлерден келіп жатқандар. Одан олардың балалары да орысша сөйлеп кетеді.
Бұл жерде бір кешенді нәрсе керек сияқты. Бала туғаннан бастап, мысалға бала ақыры біз баланы ютубтан ажырата алмайды екенбіз. YouTube контент қазақша болу YouTube керек контент дейсіз. қазақша, ол кәдімгідей көп болу керек. Кәдімгі түртсең шыға беретіндей көп болу керек. Екіншіден, бізде міне мысалға Балапан канал талай баланың қазақша тіл сындыруына сұмдық әсер етті. Көмектесті, өңірлерде бәрі балапан көреді. Біздің балаларымыз кішкентай кезінен бастап балапан көрді, осы 5 жасқа келгенге дейін балапан көрді. Кәдімгі анау саяхатшы Дара бар, сонымен Қазақшалады ғой бір оны. пойыз бар еді, қыдырып жүретін, анда барып, соның арқасында балалар кәдімгідей сұмдық қазақша сөйледі. Бірақ 5 жастан кейін ол қызық емес болып қалды. Себебі ары қарай. Өйткені оған балама бар да, альтернатива бар да. Иә. Өйткені мынау орысша контенттер бар ғой. Соны Солар тартып жұлып алып енді кетті оған баланы. альтернатива Николай Дунды қазақша сөйлетеміз деп жатыр. Енді оның қазақшасын көрсең, кәдімгідей тақыр жерде сүрінесің, ананың қазақшасын тыңдап отырсың. Психикаң шыдамайды ана қазақшасы. Дубляж мәселесі ма сонда? Сапа мәселесі. Сол сапаға келтіру керек. Содан кейін бізде кәдімгідей көпе көрінеу қазақ тіліне қорлық жасайды. Қазақ тілді фильмдерді, қазақша дубляждалған фильмдерді бізге ыңғайсыз уақытқа қойып, бізге көруге мүмкіндік жасамайды. Сол арқылы искусственный жасанды түрде қазақ тілінің қажетсіздігін тудырады бізде. Мен бағана бір пікір оқыдым, атын ұмытып, кім жазғанын ұмытып қалдым. Бізде бұл Совет үкіметінен қалған мұра қазақ тілін тұрмыстың тілі қылып тастаған. Былайша айтқанда, быдлоның тілі қылып тастағанда, себебі бүкіл ғылыми еңбектер, физика, химия сияқты анандай негізгі ғылымдар бар ғой. Соның барлығы орыс тілінде жазылған. Қай ғалым жазса да қазақтың, мысалға Сатпаевтың қандай керемет геология туралы еңбектері бар, соның барлығын қазақша шығармайды, тек қана орысша шығарады. Қазақшаға тек әдебиет, ақындар, анау-мынау. Бірақ біз енді мектепте оқығанда химия, алгебраны қазақша оқыдық қой, физиканы оқыдық. Оның бәрі аударма болған күннің өзінде, ол сапалы аударма болды. Қазіргі аудармамен салыстырғанда. Қазіргі аудармамен болған кезде де, ол кезде де бізге мысалға көп қазақша сөз, орысша сөздерді сол қалпында бере береді. Указ деген указ болып мысалға. Соның ішінде. Біз себебі ол қазақша оқыған баланың өзі ана жерде 40% орыс тілді сөз болғандықтан ертең орыс тіліне жақсы кетіп қалатындай. Біз сол фундаменталды ғылымды сапалы қазақшаға аудармай, және сол біздің ғылымға икемді балаларымызды соған әрі қайсының өзінің жасы бойынша YouTube көретін жасында YouTube'ын қазақшалап, теледидар көретін жасында теледидарын қазақшалап, сабақ оқитын жасында сабағын қазақшалап, ғылым қуатын жоғарғы оқу орнына барған кезде ғылымын қазақшалап, қазір жоғарғы оқу орнында өзіңді балаң оқиды, барлығы орысшадан аударып оқиды ғой. Иә. Қазақша сапалы кітап жоқ. Соны тым болмаса соны біреудің жазып қойған сапалы аударып берсе, сен қазір үлкен адам ретінде өзің мысалға жай адам, азамат ретінде оқығың келсе, анау Илон Маск, анау-мынаулардың бір үлкендерінен бір тәлім алғың келсе де, ара гідік болмаса бір 5% аударған шығар, қалғанның бәрін орысша оқисың. Әлемдік бестселлерлердің бәрін орысша оқисың. Бұның барлығы кешенді істелу керек сияқты. Кешенді істелмеген кездің өзінде біз енді қаржы бөліну керек деп айтайын десең ұят. Қаржы бөлініп жатыр ғой. Бюджеттен бөлініп жатыр. Мәселе қайда бөлініп жатыр? Бізге үлкен бір аудит керек сияқты. Өйткені мен бір ғана нәрсе айтайын, мемлекеттік тілді дамыту туралы бағдарлама бар. Әр 5 жыл сайын жаңарып отырады. Әр 5 жыл сайын ол қалай аяқталды, индикаторларға қол жетті ме, жетпеді ме, қазіргі проблема не, одан кейін не істеледі дегеннің бәрін әдемілеп тұрып жазып қояды. Қарасаң, мысалы 2020 мен 2025 жылдың арасындағы бағдарлама бар, осы 5 жылға арналған 16 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Жылына примерно 3 миллиард. Иә. Сонда енді ойлаңыз, осы мемлекеттік тілді дамыту үшін бөлініп отыр ғой, неге дамымайды ол тіл сонда? Ол қайда кетеді? Ол анандай оған бізде аудит жоқ сияқты осыған. Жоқ, ана тілің арың бол деген қазақша сөйлей алатын өзге тілдің өкілдерінің ортасында тақпақ жағыз. Мен бар ғой, осындай қазақшаны дамытуға анаған мынаған ақша бөлу деген нәрсенің бәрі
кейде бір басардық шаруа сияқты, бұл бір адамның бір ғана бұйрығымен жүзеге, жарлығымен жүзеге асуға болады. Егер биліктегілер қазақша сөйлеп тұрса, министрдің қазақша баяндама жасап тұрса, бәрі ана жақта қазақша болса, мысалыға, иә, онда оны көреді да, мен балам ертең қазақша білмесе мемлекеттік қызметке өте алмай қалады дейді да, жаңа орыс сыныбына жетектеп отырған шешесі репетитор жалдайды да, баланы қазақша үйретіп қазақ сыныбына береді. Бізде қазір мемлекеттік қызметке қабылдау үшін емтихан тапсырады ғой, мысалға түрлі А корпусы, Б корпусы деген қаптаған корпустарға. Заңдар тапсырады. Мысалы, сол жерде қазтест тапсырады, иә, мысалы мемлекеттік тілден, қазақ тілінен тест тапсырады, бірақ ол ескерілмейді, оның бағасы ескерілмейді ғой. То есть елу сұрақ болып, сен елуіне де жауап бермей, 0 ұпай алсаң да, сен алсаң да өтесің, 50 ұпай алсаң да өтесің, алмасаң да өтесің. Бұл мен сізге айтайын, бұл 10 жыл бұрын мен осы сұрақты сол кезде мемлекеттік қызмет істері агенттігін басқарып тұрды ғой, Әлихан Байменов. Сол кезде брифингте сұрақ қойғанбыз. Осы қазтесті жасалды, мысалы қазтест жасалды, емтихан алынып жатыр, ол неге шешуші рөл атқармайды деп. Оған біз әлі дайын емес, біз бұл бірте-бірте жүзеге асу үшін қолға алынған дүние деген бізге сондай бір жалпылама жауап берді, бірақ енді одан бері көп жыл өтіп кетті ғой. Енді соны іске асыру керек. Сол кезде барлығы өзі қазақша үйреніп алады, анау аралас сыныпта, орыс сыныпта өз-өзінен жоқ болып кетеді. Мен әлгі жоғарыдан бастау керек деп отырғаным сол. Балабақшадан бастамау керек. Сіз жоғарыдағылардың бәрінен қазақша талап етсеңіз, содан кейін төменнен өздері-ақ жөнделеді. Сосын қазір міне. Сонда қазір қазақ тіліне қажеттілік жоқ. Жоқ. Егер мен мысалыға фриланста жүрмін, иә? Мысалы маған баспасөз хатшысы болуға да ұсыныс түсті, кейбір бақтарды басқаруға да ұсыныс түсті, иә. Жеме-жемге келген кезде сенің орысшаң қалай деп сұрайды. Иә. Мен орысшама олардың талабының деңгейіне жетпейді. Жоқ, енді қараң, бізде бәрін айтамыз ғой, біз қазақ тілі деп. Біздің конституция орысша жазылған ғой, дейсің бе? Содан кейін барып қазақша аударылған. Бізде Қазақстан тәуелсіздік алғаны неше жыл болды? 32 жыл болды ма? Жалғыз заң қазақша жазылған, көші-қон туралы заңды баяғыда әкім Ысқақ деген ағамыз парламент мәжілісте депутат болып тұрғанда сол кісілердің бастамасымен жалғыз заң сол қазақша жазылған. Одан кейін Фариза Оңғарсынованың бастамасымен ана мен балаға қатысты бір заң жазылып бастапты дегенді естігеміз, бірақ мен ол туралы ештеңе айтпай-ақ қояйын, нақты білмегендіктен. 32 жылда бір заңнан жалғыз ғана заңды қазақша жазып, қалған заңның барлығы орысша жазылған елден сіз не сұрайсыз? Соған бізде билік жол беріп отыр ғой. Бізде анау конституционный закон о труде деген бар ғой, анау еңбек заңында жазылған екі жақ келісім шарт жасайды ғой. Ол екі тілде жасалынуы тиіс. Бірақ орыс тіліне басымдық беріледі. Форс-мажор болған жағдайда орыс тіліне басымдық беріледі. Сіз банкте де сөйтесіз, сіз банктен екі тілде келісім шарт аласыз. Егер ішінде бір сәйкестік табылатын болса, онда орыс тіліне басымдық беріледі. Сондағы шарттар, талаптар басшылыққа алынады деп ең соңғы бірақ енді қазақ тілдің тегеурінін біз неде көрдік? Мұхаррем мырзаның тарихында көрдік. Сол кезде қазақ тілді аудитория өзінің бір үлкен күш екенін көрсетті, кез келген уақытта кез келген бизнесті құртып жібере алатынын көрсетті. Мүмкін егер біздің жоғарғы жақ қозғалмаса, төменнен өзіміз бірігіп сондай қозғалыс жасап, бір әрекет жасап, тілімізді сақтап қалуға бір үкімет жасасын, үкімет жиналысын қазақша өткізсін деп отыра бермей, сондай бір нәрсе керек шығар біздің қоғамда. Жоқ, ондай жұмыстар атқарылып жатыр ғой. Бірақ соның өзіне Мұхарияпов өткенде Форбсқа берген сұхбатында айтты ғой. Бірақ маған жоғары жақтан адамдар звондады, телефон соқты. Қорықпа, біз сені қолдаймыз деп айтты деп, мысалыға, енді сұмдық дүние ғой. Жоқ, баяғыда Табылық Ілияс деген жазушы ағамыз болды ғой, марқұм қайтыс болды, сол кісі айтатын. Қазақстанда қаржы саласы қазақша сөйлеген күні барлық сала қазақша сөйлейді деп айтатын. Сіздің бухгалтерияңыз бәрі орысша ғой. Рас, ол біз салық несіне де
сайт арқылы есеп тапсырған кезде де біз Бәрі орысшасын Сіз сосын түрлі қосымшалар бар ғой, түрлі қосымшалар бар, барлығы. біздің өмірімізде маңызды рөл ойнайтын қосымшалар бар. Баланы үйірмеге беретін болсаңыз, баланы бір жерге жаздыратын болсаңыз, спорт сіз бар, соның қазақшасын таңдаңызшы, қазақшаңыз өмір өтпейді, айналып тұрып алады, суретіңіз жоғалып кетеді, сөйтеді да енді сен орысшасын ашып, орысшасына жүктесең, зыр ете қалады. қазақшасын ең бірінші түсініп алу керек ана Иә. жерде, оның Түсініп қалай алғаннан аударғаны, бұрын, ол иә. несі қандай. Мен өзім арт спортқа қатысты сондай дауым болды. Өйткені мен балаларды тіркейтін кезде арт спортта қазақшасын таңдағанда болмады да, енді орысшасына терген кезде жылдам өте қалды. Енді қазір мынадай мәселе бар. Мен мына мәселені ойланып жүрмін, бұны басқалар не ойлайды екен. Қазір бастауыш сыныпта, бірінші сыныпта таза қазақша өтеді, қазақ сыныптарына қатысты айтып отырмын. Екінші сыныпта орыс тілі кіреді. Үшінші сыныпта ағылшын тілі кіреді. Біз орыс тілін оқытпаса да үйреніп алатын болдық қой қазір балаларға. 5-ші сыныпқа дейін алып тастаса да. Иә, жоқ, орыс тілін бірақ алып. Мен мынадай ұсыныс жасағым келеді. Осы отырып алып ұсыныс жасай береді дейтін шығар, бірақ түрлі пікірден бір не шығады ғой, тиімді дүние шығады ғой. Орыс тілі мен ағылшын тілін екінші емес үшінші сыныпта кіргізсін, бірақ біреуіне таңдау жасалсын. Бала не ағылшынды оқысын, не орысшаны оқысын. Көрдіңіз ба, біз сол арқылы орыс тілін ығыстыра алатын едік. Ол үшін бізге латын әрпіне көшу керек. Оның үстіне біз орыс тіліне басымдық беретіндей, ол бізде мемлекеттік тіл емес қой. Бізде мемлекеттік тіл қазақ тілі. Мен дым түсінбейтін нәрсе бар да, орыс тіліне ресми тіл деген айдарды қағып қойған. Қай жерде конституцияда ондай сөз жоқ. Конституцияда жазылған, ресми іс жиындарда қажет болған жағдайда қолданылады. Яғни ресми іс жиындар дегеніңіз ол мемлекеттік мекемелер, бюджеттік мекемелер өткізетін жиындар, жиналыстар. Ал одан басқа жеке меншік компаниялар, басқа жердің бәрінде ол қазақша өту керек деген сөз ғой. Түсіндіңіз ба? Ал бізде ресми жиындарда деген сөздің, ресми деген сөзді алғанда орыс тіліне апарып, ресми тіл дегенді кімдер қойып берген? Бұл мүлдем дұрыс емес. Бізде латын әрпіне көшуде әр шегеріп келеміз, бер шегеріп келеміз. Латын әрпіне көшсек, бұл орыс тілін ығыстыратын бір құрал болар ма еді? Мен енді лингвист маманы, тіл маманы емеспін ғой. Оны қолдайтындар да бар, қолдамайтындар да бар. Сол кезде мысалға қарап отырсақ, жай әшейін бала әліппені латын қарпімен таниды. Латын қарпімен бір жыл оқиды. Келесі жыл келген кезде ол орысшаны оқу үшін ол кириллицаны оқу керек. Қайтадан қарыптану керек. Ал ағылшын тілін қатар оқыса, онда ол ағылшын тілі оған жақынырақ, себебі ол латын әрпімен жазылады. Сол кезде бала ағылшыншаны жылдамырақ алып кетеді. Себебі ол қаріптерін танып келген, ары қарай енді сөздерін жаттай бастайды. Ал нөлден басталған орыс тілі ол кенжелеп қалады да, мүмкін уақыт өте келе ығыстырып шығаруға бұл да бір жұмсақ күш бола ма деген менің пайымым бар да. Енді мынадай да пікір бар ғой, мен қандай да бір пікірді қолдаймын деп айта алмаймын, өйткені мен оның ол саланың маманы болмаған соң қандай да бір субъективті пікір білдіре алмаймын, бірақ түрлі пікірлерді оқисыз ғой. Латын әліпбиін енгізу арқылы біз қазір онсыз да қазақ тілді, орыс тілді болып екіге бөлініп отырған қоғамды тағы үшке жарып аламыз ба деген қауіп бар деген нәрселерді айтады. Енді бұның бәрін салмақтап саралап көру керек. Бірақ латын әліпбиіне өту кешеуілдеп жатыр дегенімен жаңаға мемлекеттік тілді дамыту туралы бағдарламада оған кезең-кезеңмен өту енгізілген, қарастырылған, яғни түбінде біз оған өтеміз деген сөз ғой. Мынандай айтады да, осыны алаштанушылардың пікірінше, бізде 30-шы жылдары КСРО бізде төте жазудан латынға, латыннан кириллицаға бас-аяғы 3 жылдың ішінде ауыстырып тастады. То есть бұрын хат танитын, төте жазумен хат танитын адам сауатсыз, толық сауатсыз болып шыға келді аяқ астынан. Және бүкіл қазақтың сол уақытқа дейін тасқа түскен еңбектерінің барлығы төте жазудан латыншаға көшірді, латыншадан кириллицаға көшірді. Сол кезде цензурамен қаншамасын әдейі көшірмей тастады, қаншамасын бұрмалап көшірді. Советтің идеологиясына келетіндей тұтас бір халықтың тарихын, әдебиетін, мәдениетін жоқ қылу ғой. Санасын өзгертіп жіберді. Егер біз сол кириллицадан қазір латын әрпіне көшетін болсақ,
мүмкін сананы өзгертуге сол әсер ете ме екен. енді Біз сондай кезінде кері кеткен сананы мүмкін кейін қарай қайтарармыз да, біз кириллицамен қалған әдебиеттің ішінде қажеттісін өзімізге аударып аламыз латын әрпіне, қажетсізі қалады. Сол кезде бізде санасы бөлек ұрпақ пайда болады. Халықаралық қауымдастыққа жақын ұрпақ пайда болады. Ой несі жағынан, санасы жағынан. Сол да мүмкін әсер ете ме екен деген енді есектеме ғой енді айтайын. жоқ, дұрыс қой, енді әр нәрседен үміт үзбеу керек қой, қандай да бір үміт болу керек қой, тіл мәселесінде де басқа мәселеде де. Бірақ мен бюджетті көбірек қарайтын адам ретінде бұның шығынын қазір де ойлап отырмын. Өйткені сұмдық бюджет кетеді. Біз қазір онсыз да қаншама шетелдің әдебиеттерін, түрлі саладағы әдебиеттерді қазақшаға аударып жатырмыз ғой. Мысалы ұлттық аударма бюросы өткенде аударды, тағы да Қазақстан тарихы, қазақ тарихы, ежелгі тарих қайта жазылайын деп жатыр. Оның барлығына бюджеттен сұмдық қаржы бөлініп жатыр. Ол қазір кириллицамен жазылады. Енді 1-2 жылда латынға өтетін болып жатса, оны қайта латынға аудару керек болады. Бірақ енді конвертациямен реттейді ғой. Қазір технология дамыды, бірақ енді қағазға басып шығару демесең, айғай шу, бюджет деген ал енді шығады. орыс тілді мектепке баласын берген үшін ата-ананы кінәлауға бола ма? Мен кінәламас едім. Өйткені ол оның таңдауы ғой, және бізде оған жағдай жасалып тұр ғой. Ол неге ол мүмкіндікті пайдаланбайды? Бұл жерде мен тек қана осыны былайша айтқан кезде инфрақұрылыммен қамтамасыз ететін кім? Билік, атқарушы органдар. Соларды кінәлау керек, олар дұрыстап жүйелей алмай жатыр. Егер бізде қазір орыс сыныптарының саны көбейіп жатса, оған халық наразы болып жатса, және оған баласын беріп жатқан ата-аналарды жазғырып жатса, соған бүкіл жолды ашып мүмкіндікті беріп отырған біздің атқарушы билік қой. Ол ең басты сол жауапты. Яғни біз ата-аналарды кінәласақ, біз ол салдарымен күрескен болып қаламыз. Біз баласының орыс сыныбына беріп отырған ата-аналардың түсінігін өзгертетін, баласын қазақ сыныбына апаратын жағдай жасауымыз керек. Оларға мотивация берілу керек, олардың санасын өзгертетін бір нәрсе болу керек. Ол жаңағы жоғары жақ өзі қазақша сөйлеу керек. Сондай бір саяси шешім қабылдау керек. Біз қашанғы жан-жаққа қарап отырамыз. Ол үшін саяси жігер керек. Жігер керек, ерік жігер керек. Одан кейін мысалға мен енді өзімді айтсам, өзін айтты дей береді, мен мысалды басқа кімнен аламын мен? Мысалы, мен балаларым шетелге барып оқитын болды, оқитын оқу орны ағылшын тілі. Ағылшын тілін оқыды олар, өйткені оған керек болды ғой. Ол жаққа барып орыс тілінде өтпейді ғой. Қазақ тілінде өтпейді. Сондықтан ағылшын тілін оқыды, олардың IELTS нәтижелері 7-7-де 5 болды. Мысалы, екеуі де бітіріп алды деген сияқты да. Өйткені ол сұраныс бар да оған. Сұраныс болған соң ол қалай да оқыды ол балалар. Сол сияқты жоғарыда мемлекеттік тілдің қолданыс аясы бізде билік дәлізінде кеңейетін болса, онда баласын болашақта әкім болғанын қалайтын, министр болғанын қалайтын, бір департамент басқарғанын қалайтын ата-ана баласын өзі қазақ сыныбына апарып береді. Бізде кез келген елде болып жатқан жағдайларға біздің менеджерлер кінәлі және солар себепкер. Біз мен ешкімді кінәлай алмаймын, жазғыра алмаймын. Әрине ренжисің, жазғыру бөлек, ренжу бөлек. Мысалы, сен өзіңнің араласатын адамың, көршің, баласын орыс сыныбына беріп жатса, сыртынан кішініп тұрасың. Бірақ ол оның таңдауы ғой, оған заң тыйым салып жатқан жоқ қой, ол заң бұзып жатқан жоқ қой, ол өз құқын пайдаланып жатыр. Ол құқықты кім беріп отыр? Бізде заң беріп отыр, атқарушы билік беріп отыр, заң шығарушы орган беріп отыр. Ал неге онда парламент мәжілісте депутаттар бастама көтеріп, аралас сыныптарды азайтайық, аралас сыныптың бәрі қазақша болсын, жаңадан ашылатын мектептердің бәрі қазақша сыныптармен ғана жасақталсын деген сондай бір нормалар енгізетін болса, онда біз жаңа заң шығарушы билікке де, атқарушы билікке де риза болатын едік. Жоқ, енді мәңгілік сұрақ қой, не істеу керек? Билік өзгеру керек, билік қазақша сөйлеу керек. Менің бар ұстанымым сол. Өйткені төмендегілер қарайды, қазақ тілінсіз күні жоқ екенін, билікке бара алмайтынын білсе, өзі апарат баласын. Әйтпесе қазір кез келген WhatsApp'та көршілеріңнің чатын ашып көр,
ол биліктің бәрі қазақша сөйлеуіне, қазақ тілінің қажеттілігін тудыруға дәл қазір геосаяси жағдайдың да бір салқыны тиеді деп ойламайсың ба? Бұл қазір бір өте бір тиімді кезең ғой. Осыдан егер 2 жыл 3 жыл бұрын айтылса, иә деп айтуға болар еді. Бірақ қазір бізде үлкен бір тарихи мүмкіндік тұр ғой. Неге сол мүмкіндікті пайдаланбасқа? Сіз қазір Европаға барып орысша сөйлесіңізші, сізбен ешкім сөйлеспейді. Мен осы жақында барып келдім. Әрберден соң орыс тілі ол басқа бір мемлекеттің мемлекеттік тілі ғой. Неге сіз басқа бір мемлекеттің мемлекеттік тілінде сөйлеуге, баланы оқытуға құмарсыз? 70-ге келген әже айтты маған. Анау супермаркеттің ішінде мен чех тілінде ғана жазылғанда, ағылшынша жазба жоқ. Мен түсінбей тұрып, маған анау химия, шампунь не алу керек. Сосын бір кәрі әже кетіп бара жатты, мен ойладым, енді кезінде социалистік неде болды, осы әже түсінеді шығар деп. Где здесь продают шампуни десем бүйтіп. Кемпір анау. Уезжай в свою Россию. Чуть ли не бетіме түкіріп жібереді. Сол жерде қарап, біз орыс тілдің әлемдегі абыройын көрдік та. Жоқ, мысалы бар ғой, мына жерде мен бір нәрсенің басын ашып айтқым келеді да. Мен орыс тіліне қарсы емеспін, орыс ұлтына қарсы емеспін. Мысалы, орыс тілінде бүкіл ғылым, білім, ілім жазылған тіл, қаншама классиктер туғызған ұлт қой. Олардың қаншама туындылары бар, мысалы Толстойды, Чеховты сен қайда тастайсың? Мысалы, не бір олар ұлттың шеңберінен шығып кеткен тұлғалары бар ұлт қой. Бірақ бұл ұлтты жоққа шығару немесе орыс тіліне кіжіну емес. Біз өзіміздің мемлекеттік тұтастығымызды сақтау үшін, мемлекеттік рәміздерді сақтау үшін мен кейде таңғаламын, бізде ту бар, елтаңба бар, әнұран бар. Неге бізде тіл мемлекеттік рәміз болып ресми бекімейді? Мысалға көршіңмен отырып, көршіңмен екі ортаңа сен шарбақ забор салсаң, ол сен көршіңді жек көресің деген сөз емес қой. Ол сен өзіңнің шекараңды белгілеу. Ал бірақ сенің көршің сол забордың ар жағынан саған неше түрлі боқтығын лақтырып, не істеп, сынған кесесін лақтырып дейсіз. Сынған кесесін лақтырып, экспансия жасап жатса, ол сен амал жоқ, оған бір реакция білдіруің керек болады. Бұл сондықтан да менің де айтып отырған ойым, не істеп түйіп отырған нәрсем ол. Яғни біз өзіміздің мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту, сол арқылы мемлекеттік тілді тұтынатын, сонда сол тілде сөйлейтін адамдардың құқын қамтамасыз ету ғой негізгі мақсат. Биліктің мақсаты сөзі бар ғой, возвышая степь, не унижая горы деген. Неге қазақ тілінде сөйлейтін контингент, біздің нағыз мемлекеттің азаматтары, неге бұлай шектеу көру керек та, мысалға? Рас. Не бір мықты азаматтар бар, өкінішке қарай орысша сұмдық білмейді, өйткені ол балабақша қазақша болды, мектепте, универде қазақша оқыды, ортасы қазақша, бірақ жоғарыға өтпейді, өйткені орысша білмегендіктен өтпейді. Бірақ ол білімсіз, ол біліксіз деген сөз емес қой. Өйткені біздің билік дәлізі әлі күнге дейін орысша сөйлейді. Заң орысша қабылданады. Қорытындылайық сонымен. Кіжініп қоямыз, айту. Біздікі айту ғой, айту. Жасайтындар жасайды ғой. Соны енді менің ойымша жақсы ойлар айтылып жатыр, ұсыныс айтылып жатыр. Тек қана бұл жерде Халим екеуміз ғана айтып отырғанымыз жоқ. Үлкен аға көкелеріміздің, ғалымдарымыздың, осы ұлттық жанашырларының тарапынан да айтылып жатыр. Солардың барлығын бір ретке келтіріп, енді біздің билікте ұлттық тілге жанашырлық әкелетін бір әрекеттер жасау керек сияқты. Вот соны неге жасамасқа? Жасау керек қой.